Қазір көп ата-аналардың айтатын мынандай нелер бар, иә? Балам не істейді дейді? Телефон қарай береді дейді. Әрдайым және телефонды тастамайды. Бірдеңе болса, соны және алып қойсаң, бай балам салады дейді. Бабалардан қалған сөз, әкеге қарап ұл өсір, шешеге қарап қыз өсір дейді. Демек, бұл сөздің кереметін деймін да, әкені тыңдап өседі деп айтылмағанда, не істеп өседі дейді? Қарап. Ендеше біздің әрбір әрекетіміз балаға міндетті түрде өзіндік бір тәрбие болады. Таза дүние келген бала еді. Алайда оның көзінше біздердің және ата-анасының көп телефонда отыруы, ол балаға не? Бала сол нәрседен үйренетін. Сондықтан және баламыздың және телефонға құмар болып жатуында ата-ананың біздердің үлесіміз бар екенін ұмытпауымыз қажет. Егер сол баламыз көбірек Құранға жақын болсын, әрдайым Құран ашып оқысын деген болсақ, сол баланың көзінде әкенің әрдайым Құран оқып отыруы. Әрине, егер ол әрдайым әкесін телефонда отырған әкені көре берсе, ол да әкесіне ұқсағысы келеді. Кешегі өткен алаш азаматтарын алатын болсақ, ел үшін, жер үшін қызмет етіп кеткен, сондай үлкен-үлкен тұлғаларды алып өмірбаянын қарайтын болсаңыз, міндетті түрде молланың алдынан сауат ашқан дейді. Сонда сол кішкентай бала дүниеге келгеннен кейін, оның ең алғашқы тәрбиесі Алламен байланған болса, ол ұрпақтың болашағы баянды екен иншалла. Сол балаға кішкентайынан оны бір келеңсіз істер жасап жатқан болса, өй балам, Алладан ұят болады, Алла қарап тұр ғой деген сезімдерді бойына сіңіре білсек, кейін ол есейіп, ер жетіп, кейін оны қайда жіберсеңіз де оған сенімді боласыз. Ол шетел асып кетсе де білесіз, ол Алланың көріп тұрған әрдайым білетіндігі, Алламен байланған ұл болған болса, ол ертең еліне де, ата-анасына да үлкен қызмет жасайтындығы белгілі иншалла.